Бүгін 22-ші қысқы Олимпиада ойындары салтанатты түрде ашылады. Жалпы сомасы 50 миллиардты еңсерген абыройлы спорттық шараға Ресей барын салып дайындалды деп хабарлады тілшіміз Жігер Сарсенов Ақ Олимпиада астанасынан. Сочи Олимпиадасы 22-ші қысқы Олимпиада ойындары. Араға 4 жыл салып жететін Ақ Олимпиада Ресей тарихында алғашқы рет. Демек, 7 жылдан кейінгі дайындықтың жемісін көретін кез енді жетті. Дүбірлі додаға әлемнің 85 елінен жиыны 3000-ға тарта спортшы қатысады. Оларды спорттың 15 түрінен жиыны 98 медальдар жиынтығы күтіп тұр. Яғни Сочи 17 күннің ішінде кім мықтының есімін анықтамақ. Алау мен жалау жалындайтын Олимпиада тойын осы аймақтан табасыз. Ат шаптырымдық аумақта Олимпиаданың ашылу-жабылу салтанатына арналған Фишт стадионы. Өзге де жабық спорттық алаңдар мен медиа орталық және Олимпиада ауыл орналасқан. Спортшылар мекеніне көп ұзамай Қазақстанның да көк байрағы ілінді. Сочи Олимпиадасында елімізден 50 спортшы спорттың 10 түрі бойынша сынға түседі. Жалпы біздің жоспарымыз Ванкувер Олимпиадасын нәтижеміз жоғары болу керек. Кем дегенде 2 медаль алуға тапсырыс берілді. Ал айтарлықтай жақсы нәтиже көрсететін спортшыларымыз да бар. Оның ішінде Алексей Полторань, Николай Чебатько шаңғы спортынан, Денис Кудин, коньки спортынан, Денис Тен, мәнерлеп сырғанаудан, Галышев Рейхард фристайл могулдан. Жалпы осы спортшылардың былтырғы нәтижесі бізге үміт беріп отыр. Дегенмен Ақ Олимпиадада қарагөздеріміздің қатары артқан қуантады. Бапкер Мәдғали Қарсыбеков осы спорт түрінен 4 қандасымызды Сочи айдынына салуға дайын. Олимпиада тарихында қазақ жігіттер команда болып Олимпиадаға кіріп тұрғанына осы бірінші оқиға. Енді мен ойлаймын, жоғары нәтижеге шығу, ар жағынан осы қазақ жігіттер біздің қазақ балаларға, қазақ қыздарға қысқы спортқа жолын ашып тұр. Жалпы Ақ Олимпиаданың тыныштығын сақтауға жиыны 100 мыңға тарта адам жұмылдырылыпты. Оған 2 миллиард евро қаржы жұмсалған. Ал мынау медиа орталық. Жаһандық журналистер айтулы бәсекенің әр күнінен осы жерден хабар таратады. Негізінен біздің халық қысқы спорт түрлеріне соншалықты құмартпайды. Ол түсінікті де. Өйткені араб жеріне өмірі қар түспейтіні белгілі. Сол себепті менің өзім спорт комментаторы болғаныммен қысқы спортқа шорқақпын. Дегенмен спортшыларымызға жанкүйер болып, қызметім арқылы осы бір спорт түріне біздің жұрттың да қызығушылығын арттыруды басты мақсатым деп білдім. Бір сөзбен айтқанда, абыройлы міндетті мінсіз атқаруға Ресей барын салып бағуда. Бүгін ресми түрде алауы тұтанатын Олимпиада ойындарының салтанатты ашылу рәсіміне әлемнің 60-қа жуық мемлекет басшысы қатысады деп жоспарланған. Солардың қатарында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Сочиге ат басын тірейді. Олимпиаданың ашылу салтанатында 3000 әртістің қатысуымен қойылым бір мезетте 3 сахнаны пайдалана отырып, Олимпиада ойындарының ең кереметі атанады деген сыбыс бар.